ұлттың ішкі мәдениетіне сай өзіндік мінез құлық ережелері болатыны белгілі. Мысалға, қонаққа кәде, сыйлық беру жоралғылары әр елде әртүрлі. Іскер және жеке қатынас орнатудың да өзіндік тәртіптері бар. Армысыздар, эфирде этикет бағдарламасы. Бүгін біз Түркия халқының мінез құлық ерекшеліктеріне тоқталамыз. Бұл елдің тұрғындары отанын ерекше қастерлеп, мақтан тұтатындықтан түрік мәдениеті мен тарихы туралы сауалдарға қуана жауап береді. Әңгіме кезінде Кипр мен Күрд тақырыбын қозғамаңыз. Сондай-ақ Түркия астанасы Стамбул емес, Анкара екенін есте сақтаңыз. Стамбулды Константинополь деп атаудан аулақ болыңыз. Мұндағы үлкен қалалар мен мегаполистер еуропалықтардан кем емес. Бірақ сіз ішке үңілген сайын тәртіп қатая түсетінін біліп қойыңыз. Ауылды жерлерде халық дінді берік ұстанады. Сондықтан өзін-өзі ұстау ережелері шариғатпен үндесіп жатыр. Қалада қыдырып жүргенде түріктің ер азаматымен суретке түскіңіз келсе, қысылмай рұқсат сұрай аласыз. Ал орамал киген әйелдерге ондай ишарат білдіруге тыйым салынған. Түрік халқы ежелден қонақжайлылығымен мәлім. Олар меймандарына барын салады. Егер сіз қонаққа келсеңіз, есік алдында аяқ киіміңізді шешуді ұмытпаңыз. Дастарханға жайғасқанда үй иесі бастамай тамақ алмаңыз. Шылым шеккенде де сол тәртіпті ұстану керек. Ал би билеу мен ән айтқанда қоса айту құп саналады. Егер сізді қонаққа шақырса, еш себепсіз бас тартпаңыз. Түрік үйлерінде әдетте қонақ бөлме мен ас үй арасының шегі бар. Сондықтан рұқсатсыз бөлме аралауға болмайды. Жабық бөлмелерді көруге деген құштарлық құп алынбайды. Мұсылман дәстүрі бойынша дастарханда тағамды оң қолмен алу керек. Түрік тәттілердің ішінде түріктерге және әлемде танымал болған және ешбір кездесу онсыз болмайтын тәттілердің түрлері ол локум мен баклава. Бүкіл әлемге танымал болған дөнер бар, еттен жасалған тағам, оны айтпаса да бәрі біледі. Ол кезінде көшпенді түріктердің тамағы болған. Түркияда жақын адамдар бір-бірінің бетінен сүйіп амандасады. Ал үлкендердің қолын алып, оны маңдайға тигізу құрмет саналады. Бұл дәстүр тек ересек адамдарға ғана емес, мәртебесі жоғары адамдарға да қатысты. Оларға тіл қатқанда, егер ол туысы не досы болмаса, бей немесе ханым мәртебесін қосады. Сондай-ақ Түркия халқының өздеріне мәлім ишараттары бар. Мысалға, саусақтарын сыртылдату мақұлдағанын, ал тілін тақылдату керісінше құптамағанын немесе мойындамауын білдіреді. Егер келісім берсе, онда басын бір жаққа бұрады. Қасынан көтеріп, еді ма, бұл жоқ деген мағынаны білдіреді. Бағанағы беттегі әрекетке дыбысқа қоса, бір қолын көтерсе, ол мүлдем қосылмаймын деген мағынаға келеді. Бірақ сонда да екі қолды көтерсе, онда мүмкін емес. Киім кию ерекшеліктеріне тоқталсақ, мешіт немесе басқа да діни нысандарға қысқа юбка, иығы ашық кофта киюге болмайды. Сондай-ақ жағажай киімі мен қала ішінде қыдыру дұрыс емес. Шағын қалаларда, әсіресе Түркияның шығыс жағында әйелдер мен ерлер іскери кездесулерге Астана мен Стамбулға қарағанда жабық әрі ұстамды киімдерді киеді. Әйел адамдар мұндай жағдайда киімінің жабысып тұрмауын және аяқтары мен қолдары жабық болғанын қадағалау керек. Ер адамдар іскер кездесуге шолақ шалбар кимеген абзал. Түркиядағы іскери кездесу тәртібінің нәзік тұстары бар. Алдымен кездесуді ертерек белгілеу керек. Тіпті 2 апта бұрын келсеңіз әбес емес. Оны телефон арқылы да тындыруға болады. Түріктер іскери серіктестерімен сөйлескен кезде көбіне ресми емес келіссөздер арқылы байланысты нығайтуға мән береді. Егер сізді түскі асқа шақырса, оның ақысын шақырушы тарап төлейтініне сенімді болыңыз. Іскери кездесу кезінде түріктер телефондарын сөндірмейді. Сондықтан қоңырау соғылса, әңгімені сол жерден бөліп, оған жауап беруі мүмкін. Бірінші кездескен кезде қошемет көрсетіп, қабылдаушы тарапқа немесе Түркия елі туралы жылы лебіз білдіріңіз. Өз еліңізден кәдесый ала барсаңыз, тіптен тамаша, оны түріктер жылы қабылдайды. Шетелге бармас бұрын сол мемлекет пен оның тұрғындары діни нанымы мен ұлттық тағамдары туралы ақпаратқа қанығып алған абзал. Ұлттық ерекшеліктер мен қалыптасқан әдеп ережелерді сақтау сол елге деген құрметті ғана білдірмейді. Сіздің ішкі мәдениетіңізден де хабар береді. Сол себепті этикет ережелерін есте ұстайық, табысқа бірге қол жеткізейік.